Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге түйе сүтінен балқаймақтың жасау жолын көрсеткім келіп отыр. Мінекей, ешқандай қоспақсыз жоқ, таза балқаймақ. Мінекей, сарайда тұрған қара қазанымды газымның үстіне қойдым. Менің газым мінекей 5 комфоркалық қақ ортасына сияды. Соған 3 литр сүт құйдым. Және де осындай стаканмен мынандай 1 стакан песок салдым. Сағат 12-де бастадым. Енді дайындау барысын көрсетемін сізге. Балқаймақ пісіру үшін оттың қасында әрдайым тұру керек. Арасында сабырып қою керек. Сүтіңіз ірмек болып кетпеу үшін. Мінекей, сүтім қайнады 10 минут дегенде. Енді осы тасып кетпеу үшін осылай қатты отта сабырып тұру керек. Болмаса тасып төгіліп кетеді. Мінекей, қайнағалы бері 1 сағат өтті. Сүтім аздап сарқылды және де сарғайып келеді. Және қойылды. Мінекей, осындай болғанға дейін отты жайлатпай, қатты отта қайнатып отырмын әлі. Енді қазір сәл қызара бастағанда осыны жайлатамын отты. Сағат 1-ден 20 минут кетті. Мен 12-де бастадым. Әлі қатты отта жасап жатырмын. Бірақ қоймай былғау керек. Асты күйіп кетпеу керек. Осындай кезде кішкене абай болу керек. Қолыңызға шашырайды. Әріректен кішкене ұзындауға сақайын болдаған жақсы. Мінекей, балқаймағымыз дайын болды. Әлде де кішкене отты сөндіріп қойып, әлде де былғаймын. Қандай 3 литр сүттен азғандай ғана балқаймақ шықты. Міне осылай стенкілеріне жағып қоямыз. Отымды жайлатпастан осыны мінекей 12-де бастағаннан сағат 2-ге 20 қалғанда мінекей дайын болды. Мінекей суды енді қазір осыны бір ыдысқа салып аламын. Мінекей осыншама шықты. Енді бұған жақсылап форма келтірейік. Мінекей қыздар, осындай 2 дөңгелек шығады. Осындай 3 литр сүттен 1 сағат 40 минут қайнаттым. Осындай. Осылай жасап қоюға болады. Өлшеп қарағанымда 333 грамм болды екен. Былай дөңгелетіп аласыздар. Өзіңізге осындай керекті форма жасап аласыздар. Тек 679 грамм. Ал егерде сәл песогын көбірек қосып, сосын сәл көбірек қайнатсаңыздар, мінекей осындай ирис сияқты шығады. Екеуі де тәтті, мынау кәдімгідей мынандай болып шығады. Кішкене бөлінгенде созылыңқырап, сондай болып тұрады да. Аналар ұқсап тез бөлінбейді, ирис конфет сияқты.
осындай әртүрлі қылып жасай беруге болады. 3 литрден осындай 2 дөңгелек шықты. Әрқайсысы 330 граммнан.